тік бұрышты үшбұрыш басқа үшбұрыштардан айырмашылығы, оның өз алдына қасиеттері бар. Мысалы үшін қарайтын болсақ, тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы ол гипотенузаның жартысына тең болады. Ал іштей сызылған шеңбердің радиусы гипотенузалар катеттерінің қосындысынан гипотенузаны азайтып екіге бөлгенге тең болады. Мына теңдіктер орындалады. Енді бізде мынадай есептелген. Тік бұрышты үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлердің радиустары сәйкесінше 4 сантиметр, 10 сантиметр болып берілген. Үшбұрыштың периметрін тап. Үшбұрыштың периметрі ағысының қосындысы, барлық ағылардың қосындысы. Енді біз бірінші мына формуладан қолданып с-ны табамыз. С қабырғасы тең 2r-ге. Сонда 2 көбейту 10 тең 20 сантиметр болады. 20 сантиметр. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусын қолданайық. Екіншіден 4 тең болады А плюс Б, с-ның орнына бірден тапқан 20 қойып жіберейік. Минус 20 бөлінген 2. Енді достар А плюс Б-ні катеттерінің қосындысын тауып алсақ, гипотенузасын қоса саламыз, демек периметр тапқанымыз. А плюс Б-ні табамыз жерден. 8 2 көбейтіп жіберсек, А плюс Б минус 20. Сонда А плюс Б-міз тең болады 28-ге. А плюс Б 28-ге тең болады. Периметрі А плюс Б плюс С. А плюс Б 28 болды. 28. Ал с-ны бөліп қосамыз, бұл 20 пен 48-ге. Сонда жауабы периметрі 48 сантиметр.